Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет тақырып қозғайтын боламыз. Егер де сізді біреу жамандаған болса, бұл қайғыратын нәрсе емес. Біз көбіне біреудің жамандағанына немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып сары уайымға батамыз. Ал ол соған татима. Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсынып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы. Ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе біз көре алмағандықтан, көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды, яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша бізде сондай жақсылықтардың болуының өзі күнә және үлкен қылмыс деп ойлайды екен. Мұндай көре алмастардың жаман сөздері бізге тау тасқа тиген жаңбырдың тамшысындай да әсер етпеуі керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма, оған наразы болма дейді екен. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және де бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек аяң сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және де лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе. Материал мұңайма кітабынан алынды. Рахмет, сау болыңыздар.